Ойынды өздеріңіз көргендей, ойлаймын қызық болды. Бүгін жанкүйерлер көп жиналып, өте жақсы қолдау көрсетті. Мен ойлаймын, жігіттерге ол жақсы қолдау болды, жігіттерге күш-жігер, қайрат сыйлады деп. Сондықтан біздің команда бүгін барлық күш-жігерін салып, жеңіске деген үлкен мақсаты болды. Футбол болғаннан кейін әрине бізге өзегіміздегі сол жаңағы өкініш бар. Өткен ойында да соңғы аяғында гол жіберіп алдық. Осы ойында да біз жеңісті қолға ұстай алмай қалдық. Біздегі мүмкіндіктер көп болды деп, біз көбірек мүмкіндіктер жасадық. Сол мүмкіндіктерді әрине кейбір кезде сәттілік жетіспеді, кейбір кезде шеберлігіміз жетіспеді ма, енді бұйыртпады деп айтуға болады. Сондықтан мен ойлаймын, біз дұрыс бағытта келе жатырмыз. Біздің жігіттер бәрін жақсы қабылдап жатыр. Сондықтан алдағы ойындарда біз жеңіске жетеді деген үміттеміз. Сондықтан тезірек біз өзіміз қалпымызға келіп, 9 күні Таразда кубоктың ойынын өткіземіз. 12 күні Алтаймен сол екі ойынға жақсылап дайындаламыз. По желанию и по самоотверженности, я думаю, мы выложились на все 100. Но в тактическом плане, конечно, всегда будут ошибки. Соответственно, все зависит моментами от соперника, моментами от решения футболистов. Но как раз таки это футбол без ошибок не бывает, оно и интересно будет. Так что да, я сейчас и в раздевалке сразу на эти важные ошибки подсказал и сказал, что самое главное принять эти ошибки, самое главное пропустить через себя. Это для нас должен быть уроком и работать над собой, над этими ошибками. В следующей игре, чтобы у нас этих ошибок не было. Каждая игра урок, каждая игра для нас испытание, экзамен, можно сказать. Так что это спорт, здесь есть соперничество, есть давление, есть очень много стрессовых ситуаций, и мы должны преодолевать эти трудности. Как раз спорт для этого и нужен, что воспитываются такие качества, как терпение, как самоотверженность, преодолевать трудности. А в тактическом плане, я еще раз говорю, нет предела совершенствования. Мы всегда работаем над этим и будем работать. Потому что соперник иногда позволяет или не позволяет. Или соперник при атаке использует свои технико-тактические действия, свое мастерство. Иногда сложно противодействовать. 1000 нюансов, 1000 деталей есть в одной игре. И каждый раз, с каждым разом выходят новые какие-то детали, где мы опять же разбираем, опять же над этим работаем. Это мен өзім ұстанымым, әрине әрбір командада ойыншылардың сондай деңгейіне байланысты 2-3 схема болу керек. Әрбір қарсыластарға байланысты 2 орталық қорғаушымен ойнауға болады, 3 қорғаушымен ойнауға болады. Сондықтан біздің селекция кезімізде біз оны жайлы ойладық. Бірақ қазіргі кездегі ойындарда біздің ойынымызмен ойлап отырмын, жақсы дамып келе жатыр, сондықтан ешқандай өзгерістер керек жоқ деп ойлаймын. Бірақ алда ол да мүмкін, бірақ нәрсені айтуға болады. Ойын кезінде схема да ауысуы мүмкін, структура да ауысуы мүмкін, бірақ ойынның принциптері ауыспайды. Ол ойынның принциптері, тәртіп поляда 100% болу керек. Бірақ схема ауысады, ол трансформация болады түрінде, өзінің сондай бағыты бар. Сондықтан болашақта көреміз, бізде 3 қорғаушы ойнауға жеткілікті ойыншылар бар. Енді толықтай сіңісті деп айтуға болмайды деп ойлаймын. Әлі де бұл ойыншылардың потенциалы бар. Олар бұдан да жақсы өнер көрсете алады, бұдан да жақсы бізге жеңіс үшін өзінің ойындарын көрсете алады деп ойлаймын. Сондықтан әлі де уақыт керек шығар деп ойлаймын. Сондықтан бізге шабуылшылар гол сала алмай жатыр. Мысалы, бағана өздеріңіз көрдіңіз, Смиттің қандай мүмкіндігі болды, бір кепші гол, 4-ші тур. Сондықтан біздің шабуылшылардың сол жетпей жатқан көрінісі ойлаймын, әлі де сол толық сіңісе алмай жатқан көрінісі деп ойлаймын. Құдай қаласа.